Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Ал Зере, ата-анамыз келіп киіне қой. Алдымызды дұрыстап жабамыз. Зере, бүгінгі сабағыңды мұқият тыңдап алдың ғой, иә? Үйден мұқият соны дайындаламыз. Түсініп алдың ғой сабақтардың бәрін. Мұқият не істейміз үйден? Орындап келеміз. Есебінің бәрін шығарып, киімдерімізді үйден істеп жүреміз. Жинақтап, таза, ұқыпты жүреміз. Түсіндік бәрін, Зере? Не айтамыз енді ата-анамыз келіп тұр? Алмалы Тілекбайқызы үйге баруға бола ма, сау болыңыз? Сау болауы, барауы. Жақсы, сау болыңыздар. Не болды, қызым? Әке, бөтелкені неге лақтырдыңыз? Енді не істеймін? Жинап жүрейін бе? Қоқысқа апарып тастау керек еді ғой. Жері өзінікін, барлығын сіңіріп алады. Уайымдама оған. Жоқ, әке, жер біздің ортақ үйіміз, оны ластамауымыз керек. Бұны кім айтты саған? Мектептегі апайым. Солай де. Апайыңның есімі кім? Алмагүл Тілекбайқызы. Бұл апайың мектеп үйі шығар. Ал біздің үйіміз Самалдағы. Алға, Қазақстан, қалайда жеңіске жетуіміз керек. Қане. Рамазан оразов. Қане. Әке, кім жеңіп жатыр? Екі жақ теңбіз әзірге. Не істеп отырсың, қызым? Бөлмені ластап. Қоқысқа апарып лақтырмайсың ба? Үйдің ішін быт-шыт қылдың ғой. Тездет. Әке, бұл сіздің үйіңіз ғой. Ертең өзімнің үйім болғанда оны ластамаймын. Қой, не дейді? Но кейбір ер балалардың ақыл бұндайға ақылға жете ме екен? Келші, қызым. Жеңіске бірге жетейік, иә? Қане. Жоқ, әке, жер біздің ортақ үйіміз, оны ластамауымыз керек. Ал сіз ортақ үйімізді қаншалықты таза ұстап жүрсіз? Бейнеролик Атырау қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша дайындалды.